Қайырлы күн, құрметті білім алушы. Бүгін біз ағылшын тіліндегі осы шақты, өткен шақты және келер шақты өтетін боламыз. Олардың жасалу жолдарын сіздерге түсіндіріп берейін. Бірінші, келер шақтан бастайық. Келер шақ дегеніміз енді болайын деп жатқан іс-әрекет, яғни қазір болып жатқан жоқ, болып кеткен де жоқ, енді болады. Яғни аты айтып тұрғандай, ол келеді, енді ол іс-әрекет келер шақ деп, сол үшін оны келер шақ деп атаймыз. Келер шақ жалпы ағылшын тілінде future simple деп аталады. Жазып қояйын. Future simple, келер шақ. Келер шақта сұраулы сөйлем жасау үшін бірінші орынға will деген көмекші етістік қоямыз. Одан кейін келген зат есімді қоямыз. Мысалға, зат есімнің орнына кім деген сұраққа жауап беретін есімдіктерді қоюға болады. Мысалға, мен деген I, сен деген you, яғни сен деген бізде сен, сіз, сендер, сіздер деп те аударыла береді we сөзі, you сөзі. Келесі we біз, олар дегеніміз they, ол деп ерлерге he, әйелдерге she, жануарлар немесе жансыз заттарға it деп атаймыз. Міне екінші орынға осы есімдіктер тұрады және кез келген етістікті аламыз. Мысалға, бару етістігін алатын болсақ, go. Енді сөйлемдер құрап көрейік. Will I go? Мен барамын ба? Will you go? Сен барасың ба? Will we go? Біз барамыз ба? Will they go? Олар барады ма? Will he go? Ол барады ма? Қыз бала болса, will she go? Ол барады ма? Жануар немесе жансыз зат туралы айтатын болсақ, will it go? Міне, бұл бізде сұраулы сөйлем. Енді болымды сөйлем жасау үшін мынау есімдіктер бірінші орынға шығады да, will екінші орынға шыға келеді. Яғни, мен I, сіз, сен, you, біз we, олар they, ол he, she, немесе it, ол деген. Одан кейін барып willді екінші орынға қоямыз. Содан кейін кәдімгі етістікті қоямыз. Біз бұл жерде go-ды алып отырмыз, яғни мен барамын, I will go, сен барасың, you will go, біз барамыз, we will go, олар барады, they will go, ол барады, he will go, қыз бала болса, she will go, жануар болса, немесе жансыз зат болса, it will go болады. Яғни бұл бізде қандай сөйлем? Болымды сөйлеме. Плюс белгісін қойып қояйын. Болымсыз сөйлем жасаған кезде мына willдан кейін notты қойып жібереміз. Мысалға, мен бармаймын. I, you, we, they, he, she, it. Осылардан кейін мына willді қоямын. Одан кейін notты қоямын. Осы will мен notты қысқартып, want деуге де болады мұны. Want, go. Яғни мен бармаймын. I won't go, you won't go. Сен бармайсың, we won't go, біз бармаймыз, олар бармайды, they won't go, ол бармайды, he won't go, қыз бала болса, she won't go, жануар немесе жансыз зат болса, it won't go. Мінекей келер шақтың жасалу жолы дәл осылай. Сұраулы, болымды, болымсыз сөйлемдер. Так, енді келесі мен сіздерге осы шақты түсіндірейін, мынаны дәптерлеріңізге көшіріп алыңыздар. Осы шақ деген ол present simple деп аталады. Негізі осы шақ екеу болады. Дәл осы шақ немесе жай осы шақ деп аталады. Present simple жай осы шақ. Яғни жай осы шақпен дәл осы шақтың айырмашылығы, жай осы шақ деп отқан, ол күнделікті қайталанып отыратын іс-әрекеттер болса, ал дәл осы шақ болса, ол тура қазір болып жатыр деген іс-әрекетті білдіреді. Мысалға, мен қазір сөйлеп жатырмын, бұл дәл осы шақ болады, ал жалпы мен сөйлеймін ағылшынша, ол осы шақ, жай осы шақ. Біз бүгін жай осы шақпен сұраулы сөйлем жасап көрейік. Ол үшін бірінші орынға do деген көмекші етістік қоямыз. Келер шақта will болды, енді осы шақта do болады. Одан кейін есімдіктерді қоямыз. I, you, we, they. Ал егер ол туралы айтатын болсаңыз, үшінші жақ қоя, ол деген, ол кезде do емес does деген көмекші етістік болады. He, she, it-тің алдында осы does жүреді. Одан кейін кәдімгі
Go'ды ала берейік. Жарайды, біз go'мен келе жатырмыз, иә? Міне, былай болады. Яғни, do I go? Мен барып жүрмін ба? Do you go? Сен барып жүрсің бе? Do we go? Біз барып жүрміз бе? Do they go? Олар барып жүр ме? Does he go? Ол барып жүр ме? Does she go? Ол барып жүр ме? Немесе does it go? Ол барып жүр ме? Міне, бұл келесі шақтағы сұраулы сөйлем. Болымды сөйлем жасап көрейік, иә? Болымды сөйлем қалай жасалады? Ол үшін бірінші зат есімдерді қоямыз. I, you, we, they, yeah? They. Осылардан кейін етістікті қоя саламыз. Go-ды. Мысалға, мен барып жүрмін. I go. Сен барып жүрсің. You go. Біз барып жүрміз. We go. Олар барып жүр. They go. Ал егер ол туралы айтатын болса, he, she, немесе it туралы айтатын болса, онда go-ға осы жерде етістікке s әрпін жалғаймыз. Goes болады. He goes. Ол барып жүр. She goes. It goes болады. Міне осы айырмашылығы. Енді болымсыз сөйлем жасап көрейік. Ол кезде, болымсыз сөйлем жасаған кезде, бірінші зат есімді қойып алайық. I, you, we, they. Одан кейін, do бар ғой, соған not жалғаймыз, көмекші етістікке. Сосын барып, нені қоямыз, етістікті қоямыз. Do not. I do not. Do not-ты қысқартып, бағана will not-ты қысқартқандай, won't қып. Do not-ты don't қысқартасыздар, міне былай. I don't go. Мен барып жүрген жоқпын. You don't go. Сен барып жүрген жоқсың. We don't go. Біз барып жүрген жоқпыз. They don't go. Олар барып жүрген жоқ. Ал егер ол туралы айтатын болса, үшінші жақта he, she, it туралы, онда мынау does-ға not жалғаймыз. Does not, немесе қысқартып бірден doesn't деп жазып кетемін. Яғни мен барып, ол барып жүрген жоқ. He doesn't go, she doesn't go, немесе it doesn't go. Міне, present simple, осы шақтың жасалу жолы осылай. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Келесі шақты түсіндірейін. Ол бізде өткен шақ болсын. Past simple. Өтіп кеткен, аты айтып тұрғандай, өтіп кеткен нәрсе туралы айтамыз. Бұл кезде сұрақ қою үшін бірінші орынға did деген көмекші етістік қоямыз. Одан кейін зат есімдерді қойып шығамыз. Олар I, you, we, they, he, she, it. Одан кейін жаңаға go деген етістігімізді қояйық. Енді біз go-мен шектеп отырып қой. Мысалға, мен бардым ба? Did I go? Сен бардың ба? Did you go? Біз бардық па? Did we go? Олар барды ма? Did they go? Ол барды ма? Did he go? Қыз бала болса, did she go? Жануар, жансыз зат болса, did it go? Міне, барды ма деген мағынада сұраулы сөйлем. Енді болым сөйлем жасап көрейік. Ол үшін бірінші орынға зат есімдерді қойып шығайық. Олар міне, he, she, it. Одан кейін осы жерде етістік, мынау go деген етістік бізде went деп басқа сөзге айналып кетеді. Яғни бұл go етістігі дұрыс емес етістік деп аталады. Неге дұрыс емес етістік? Өйткені бұда екінші формасы бар went, үшінші формасы бар gone деп өзгереді. Яғни ағылшын тілінде етістіктер екіге бөлінеді. Дұрыс етістік және дұрыс емес. Мынау дұрыс емес етістік. Неге дұрыс емес дейді? Мынау go түбірін өзгертіп жіберді ғой, went болып. Сол үшін бұны дұрыс емес етістік дейді. Ал кейбір етістіктер бар, мысалға close, жабу деген етістік, ол дұрыс етістік. Ол өткен шақта close болып қала береді. Яғни өткен шақта болым сөйлемде ол түбірін жоғалтпайды, ди әрпі ғана жоғалады. Сол үшін бұны дұрыс етістік деп атайды. Ал мынау go дұрыс емес етістік. Өйткені ол мынау өткен шақта тек қана өткен шақтың болым сөйлемінде екінші формасын аламыз. Міне бұл бізде мен бардым, I went, сен бардың, you went, біз бардық, we went, олар барды, they went, ол барды, he went, she went, it went. Енді бізде келесі болымсыз сөйлем жасап көрейік. Болымсыз сөйлем жасау үшін бірінші орынға әдеттегідей зат есімдерді қойып шығайық. I, you, we, they, he, she, it. Одан кейін барып, мынау did-ға not жалғаймыз. Did-ға not жалғасақ, didn't болады, didn't go. Яғни мен бармадым. Қалай болады? I didn't go.
Яғни мен бармадым, I didn't go, сен бармадың, you didn't go, біз бармадық, we didn't go, олар бармады, they didn't go, ол бармады, he didn't go, she didn't go, it didn't go. Міне өткен шақтың жасалу жолы осылай. Дәптерлерімізге көшіріп жазып алайық. Так, осымен біздің осы шақ, өткен шақ, келер шаққа арналған сабағымыз аяқталды. Қазір мен бірнеше тапсырмалар берем, соларды сіздер аудару керек боласыздар.